Ассалаумағалейкум, Майнкрафт жанкүйерлері, сендермен байланыс сайтыды берген шоу арнасы. Бүгінгі видеода мен дейтін Майнкрафттың әртүрлі батырмаларында ойнап челлендж істейтін боламын. Ал сіздер лайк басып арна тіркеліп кетіңіздер, ал біз каткамызды бастаймыз. Және осы жаңа батырма дейтін геймпадқа ұқсайды екен, достар. Және мен дейтін қарапайым Майнкрафтта ойнап отырмын. Неге клиентте ойнамайсың дейтіндерге мен дейтін көбінесе қарапайым Майнкрафтта ойнағым келеді. Келесі видеоларда әйтеуір ойнап қалуым мүмкін, достар. Енді біз дейтін Зегада екінші катка ойнайтын боламыз. Екінші катка деп Зегада ойнауды жалғастырамыз. Осылай 5 железаға 16 блокты аламыз да. Осылай сейф режимін тез салынамыз. Секірін де ойлап тұрмын ғой. Көрші тезі 2 железаны алаяқтан да қарай барайық. Мен дегенмен. Мен дейтін бұл видео шықпай тұрып, мен дейтін басында 1-2 видео түсіріп көргенмін. Бірақ та көбінесе ол дейтін сәтсіз болды. Мен дейтін көбінесе сәтсізді каткалар көрсеткен келмейді. Бір жаманы сол. Сондай бір жаман әдетім бар да, бір катка сәтсіз болып қалды ма, соны видео қылып салмау, типа. Жоқ, солай қырсығып 2 күн бойы түсірдім әйтеуір. Так что, достар, не болса да енді тәуекел ете салыңыздар. Так, бізде минус бетка енді. Так, мына жерден тағы бір алмас алып, сосын ана кирка алып. Енді бізге киркаға да жетеді. Енді анда алтын прокачка жасадық алтынға. Енді бізде по идее тез түсу керек. Достар, сосын мен дейтін көбінесе модтарға үйреніп қалған болатын клиенттерде. Және екіншіден менде қоқызбаған, сондықтан да менде катка кішкене бір түрі болуы мүмкін. Кішкене болсын скилл бар менде. Так, анау центрға қарай жетіп отты. Анау. Так, анау кровать сындырып кетті. Пайден ондай айсбридж дейтін бар ғой, сондай салып кішкене қиындау бар ғой. Мен дейтін вообще бриджда жоқты адам мен пайдей. Тек сейф бриджда ғана салын аламын, болды. Ана айси бридж, ана мынау бриджда вообще салын алмаймын. Пайдей кішкене болсын нормально еді ғой. Және неге осы The-Hype'да басқа серверге қарағанда кішкене модтар бар да. Кішкене ескілеу және жаңа форматтарды қосып жаңа сервер жасаған. Так, менде жетпей қалды. Ол, достар.
Байде қашу керек байде. Қорқып кеттім. Жаман жестко тролль еттік қой ғой. Мұны жаба секілді, жабадағыдай бомбаға тоға от, өйстіп алда қара кесін өйстесің, және осылайынан жасауға от кішкене болсын. Байде компьютердағыдай да, компьютермен геймпадтағы заттарды осы телефонға қосқан секілді байде. Байде жаман емес. Тағы да осы картама, Байде осы каткадан кейін ана не істейтін шығармыз, ана крестикпен ойнайтын шығармыз. Осы жететін түр ұнайды ше маған. Осылай. Анау емес. Сразу осындай блоктарды аламыз да. Осы қоршаймыз. Рахмет бауырым, железо әкеп бергенге. Не ойнап жүрмін мен? Болды ғой, шығамайды ғой. Анау тірі қалды ше. Почти өлтіріп қалып едім ғой, ема. Ше, минус анау. Тағы бізге бірнеше алтын керек. Ше, енді бір алтын алып. О, найс. Енді өзімізге железный броня жетті. Енді байды раш ете беруге болады, ана бір-екі заттарды алып. Так, мына стак керек ема. Онда пока что мына жаққа керек емес заттарды өйстіп сала тұрайық онда. Қайсетпен жам. Сарылар бар, үстін тағы кімдер қалды? Жасылдар и сарылар. Так, сарылар ана жақта екен. Ал қызыл сарылар ана жақта. Бізге қазір алмазға қарай бару керек байди. Мұнда рашер демейді екен, спидранер дейді екен. Все, найс. Минус пытка. Қызыл сарыларда. Алмазға 32 керегім ғой, ема. Онда біз дейтін қазір өзімізге алмазын заттар аласы онда. Мына 9 керегім. Ладно. Өзімізге қазір осында алмазын заттар аласық. Так, достар. Міне бізде кестік қойылды. Бір жаманы мен дейтін мен бірнеше ай бойы ойнамадым. Мен дейтін мұны соңғы рет предикция PvP-да қолданған болатынмын. Бір жаманы. Мен дейтін почти бір PvP-ға сада алмаймын. И және де бір стойтсы да ете алмаймын, бірақ та. Мен дейтін тек қана жаңа батырмаларда ғана не істей алдым.
Жоқ, қолымнан бірдеңе келеді екен хотя бы. Мұны Optimus Prime. Анау мен что-то кроватьым сындырмады бар ғой. Білмеймін әйтеуір. Аяды ма кішкене или білмеймін әйтеуір. Өй. Бірдеңе қашып құтылу керек маған. Ойбай. Мен тупо нуп болып жүрмін ғой мен жақта. Баттерфляй бүйтіп екі саусақпен ойнайтын еді ол. Ойбай, қыздан таяқ жеді. Позор, ай, позор. Алдап кеттім. О, скин тетіп кетті. Ойбай, көкке қалды. Болмайды екен, вообще болмайды екен. Достар, мен қанша жылдан бері ойнап келатқан кружогым осы мен да. Кішкене оңай болатын шығар деп ойлаймын. Настройка бар екен менде. База жоқ. Ей! Осы тез салынайын ба десең, астында боқтан жауып кетеді бар ғой. Мен көтере алмай ма, білмеймін етір. Бір вайс билеп кеттік қой. Почти алып тұр едім ғой, ема. Осы бір ғана алмаз жоқ екен ғой. Болмайтын нәрсе болды оны. Әйелі еще көктер маған аш етіп жатыр. Йо, найс. О, что-то жарты қойып қалды ғой. Ой, оны жаңа батырмаға. Так, біз секіре алдық. Осы нормально кетесің, бірақ бір жаман үйсіз қойып кетесің.
Қой саған ғой. О. Комбақ ұшпай жатыр, мен түсінбедім бір. Келе жатыр енді анау. Ал достар, міне енді осындай катка болды. Мен дейтін барлық түрінде ойнап көрдім енді. Крестик бар ма, ескісі бар ма, жаңасы бар ма, бәрінде ойнап көрдім. База жоқ. Енді мен дейтін қарапайым Майнкрафт ойнаған кейін бе кішкене менде лактар болып қалған болатын. Еженде былайша іске көтеріп жаттығатын болсаң, база жоқ, ұтуға болады екен бәрінде де. Просто енді неде жаңа контрольдарда көп ойнап қалғаннан кейін де тек қана сол жаңа контрольда ғана іске болып тұр. Еженде дөңгелекте кішкене орташа болса, мен анда-санда ғана ойнаған болатынмын сол дөңгелекпен. Былайша достар, қандай контрольмен ойнасаң да не жоқ, разница жоқ. Самый главный іске болса болды достар. Ал сіздермен бірге болған мен Беренші Анасы. Амандықта жүзгенше қош сау болыңыз.